2 миллионға жуық кәсіподақ мүшесінің сенімін арқалап отырған мен үшін бұл құжатты талқылау тек комиссия мен сарапшылар шеңберімен шектелмеуі аса маңызды болды. Сондықтан жаңа конституция жобасы кәсіподақ ұйымдарында, еңбек ұжымдарында, белсенділермен кездесулерде, өңірлер мен кәсіпорындардағы қатардағы кәсіподақ мүшелерімен ортақ талқылауға шығарылды. Кәсіподақтар федерациясы жаңа конституция жобасын мазмұны жағынан қолдады. Өйткені бұл жоба негізінен еңбек адамның айтып жүрген ойы, күткен үміті мен мүддесіне сай. Бұл жерде негізгі заңды жаңғырту нақты бір адамның шынайы өмірі, күнделікті тіршілігі арқылы бағаланады деген түсіну бар. Мәтіннің өзінен ақ бұл анық көрініп тұр. Бірінші бапта Қазақстан әлеуметтік мемлекет ретінде бекітіліп, ең жоғарғы құндылық ретінде адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары аталады. Күнін еңбегімен көріп отырған жан үшін бұл өте маңызды белгі. Мемлекет есеппен көрсеткіш емес, таңнан кешке дейін еңбек етіп, елдің берекесін ұстап тұрған адамға сүйеніп құрылатынын айқын жеткізетін ұғым. Осы орайда еңбек ету құқығына да арнайы тоқталғым келеді. Жобада бұл ұғым нақты әлеуметтік мазмұнмен толықтырылған. Мемлекет бұл құқықты жариялап қана қоймай, жұмыспен қамтуға, қайта оқытуға, қауіпсіз еңбек жағдайын жасауға, негізсіз шешімдерден қорғауға міндет алады. Бұл маңызды бетбұрыс. Еңбек енді адамның жеке тәуекел емес, лайықты өмірдің тірегі ретінде таңылады. Тағы бір маңызды тақырып ол ынтымақтастық. Жобада ол өзінің шынайы мәніне қайта оралады. Бар ауыртпалықты жұмысшының мойнына іле салу емес, бір жақты талап қоюда емес. Бұл мүдделердің әділ тепе-теңдігі, мемлекет, бизнес және еңбек арасындағы ынтымақтастығы. Мемлекет бұл үдерісте белсенді тарап болып, адамдардың өмір сүру жағдайы үшін жауапкершілік алады. Ал еңбек адам үшін бұл ертеңгі күнге деген сенім, өзгерістен үрейленбей алға басу деген сөз. Тағы бір аса маңызды ұсыныстың бірі адамдардың шешім қабылдауға тікелей қатысуы деп санаймын. Қоғамдық қатысу институттары және Қазақстан халық кеңесі арқылы билік пен нақты өмірдің арасында жаңа арна ашылады. Алғаш рет бұл деңгей конституциялық тұрғыдан бекітіліп отыр. Бұл наразылық арқылы ғана емес, кездесу толқулар арқылы емес, жүйелі диалог арқылы жұмыс істейтін нағыз тетік. Егер бұл норма дұрыс іске асса, еңбек жағдайы, еңбек қауіпсіздігі, жұмыспен қамту, табыс мәселелерді тұрақты түрде күн тәртібінде болады. Жалпы алғанда жаңа конституция жобасы қоғам мен мемлекет арасында қатынастың философиясын өзгертеді. Әділет негізгі бағдарға айналады. Еңбек екінші қатардағы ұғым болудан қалып, ел тұрақтылығының өзегіне айналады. Мемлекет өзгерістер кезеңінде адам үшін жауапкершілікті өз мойнына алады. Ал еңбек адамында тек міндеттер ғана емес, нақты ықпал ету тетіктері де пайда болады. Бүгінде әлеуметтік мемлекет деген ұғым халықаралық тәжірибеде, соның ішінде халықаралық еңбек ұйымының қағидаттарында дәл осылай түсіндірілген.